Кейін көлік алам ғой. Сол кезде жолдың бойында тұрған әр бір жанға тоқтаймын. Бұл Алматы, бәсекенің ордасы. Маған көлікке отырып кету оңай болмады. Оның үстіне тегін, бірақ мақсат сынды жомарт жандардың болғаны қандай жақсы. Мәкең жол бойындағы бір дәмханаға тоқтады. Мен бидай көжеге тапсырыс бердім, минус 250 теңге. 4 сағат жол жүріп, Меркеге жеттік. Қараңыздаршы, мен артымда қандай керемет таулар. Мейірхан деген жігіт менің құрдасым осы жерде күтіп алды. Бүгін Алла бұйыртса Меркінің ішіндегі санатория бар. Сол жақты көреміз. Және де Меркі өзі тарихи қала болғандықтан Меркінің тарихымен таныстырамыз, Құдай қаласа. Шынымды айтсам, мен үңгірге өмірімде бірінші рет кіргелі тұрмын. Үңгір маңындағы мына ағашқа көзім түсті. Бірақ барғанда рас күлкілі бар ғой. Маскын іліп кеткен, салафан іліп кеткен. Мына жерде қарасаңыз, тіпті сусынның бөтелкесіне кеткен. Кешіріңіздер, бірақ барған рас бұл. Білмеймін қаншалықты ойға қонымды. Шүберек немесе осы сияқты заттар байланғаннан кейін талдың бойынан нәрі жүрмейді. Міне көріп тұрғандарыңыздай ағаштар солып қалған. Әне нүкте болып тұрған жарық, ол үңгірдің ең басы. Мен жарықтан алысырақ кетсем, көрінбей қалуы мүмкін міне. Қараңғылығын айтам да, тас қараңғы. Бұл үңгір туралы халық арасында екі болжам бар. Бірі жоңғар шапқыншылығы кезінде қарттар мен балалардың қорғаныс орны десе, енді бірі патша үкіметі кезінде кен қазу үшін тауды қопарған дейді. Соңғы пікір ойға қонымды, өйткені мұнда бұрғының іздері бар. Жарғанатты көрдіңіз ба? Қане? Мінекей. Осы жерге келген кезде біткен, іші өте үлкен екен. Мен және камераның қуаты жетпейді, қараңғыда сапалы видео түсіруге дегенмен өте үлкен. Менің дауысым ана ең басындағы жақтағы адамдарға алыстан жаңғырық болып қана естіледі. Жоғарыда жарғанаттар бар айтпақшы. Ол жарғанаттар үркітіп алмау керек. Айтпақшы, Меркі орта ғасырдан бастап атын өзгертпеген жалғыз елді мекен. Мына жерде көріп тұрғандарыңыз дастархан фрагменті. Қалашықтың әр жерден табылып, бағана әртүрлі ойлармен ойланған. Сөйтіп біз бұны бір жерге жинақтап қойғанбыз. Бұл дастарханды көбінесе бай қуатты адамдар қолданған. Ойлаңыздаршы, бұл жердің тарихилығы сонша, тіпті тұрғындар жертөле қазып жатып, бұл жерден тарихи ескерткіш тауып алады. Мына балақай Құсбегі Жалғас ағаның немересі, ал Сұржейдідегі мырза Жәкеңнің өзі. Мен қапсалған деген осы. Қанатты сындырды. Қасқырдың бөлтіріне қасқырға түсіп кетті. Қанатты сындырып алды. Мына Бағдәулеттің құсы. Алатау деген. Оңды соңды алады. Биыл Құдай қаласа қасқырға саламыз деп отырмыз осыны. Сөз емес бұл. Өте жүректі да. Жалғас мырза бүркіт пен тазыларын таныстырды. Жалпы Меркі өңірі ұлттық құндылықтарға баса назар аударады. Меркіні аралап жүрсек, мына жақта балалар садақ атып жүр. О, біреу тиген екен, е? Енді тартты әліңіз. Төмен. Та төмен. Ой, ена балалардан ұяттан қалдық, е? Жарайды, өздерің атып. Бірақ саған жақсы ма ол? Иә. Несімен жақсы? Өйткені ояқта көп деген балалар бар, ойнайсың. Wi-Fi-ға ол кіресің бе сен? Жоқ. Wi-Fi керек емес е саған, е? Осындай ұлттық ойындар тұрған кезде, қызықты ойындар тұрған кезде, е? Иә. Ай, бәрекелді. Көшеде доп ойнап жүрген баланы көрген жоқпын. Есесіне атқа отырып, садақ атып жүрген балаларды көрдім. Бұның өзі бір үлкен қуаныш екен.